Тақырып жалғастырамыз. Маңғыстаулық мұғалімдер кәсіби мерекесі қарсаңында 15 миллион теңгеге жуық сыйақы алды. Республикалық үздік педагог байқауында жеңімпаз атанған 5 ұстаз бүгін білім және ғылым министрінің төсбелгісімен марапатталып, әрқайсысы 2 миллион 778 мың теңгеден қаржылай сыйлыққа ие болды. Марапат 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде тағайындалған. Қашанда 1000 алғыс қалайықты мұғалімдердің мерейін өсірген салтанатты шара туралы келесі бейнематериалда. Бүгінгі марапатта ұстаздарға көрсетілген құрметті ерекше. Білім министрі Асхат Аймағамбетов ел ұстаздарын онлайн құттықтап қызметтеріне табыс тіледі. Еліміздің әр өңірінен педагогика саласында елеулі үлес қосып жүрген мұғалімдер онлайн конференцияға қосылып мерекемен құттықтады. Мұнайлы ауданындағы нөмір 3 мектептің мұғалімі де әріптестеріне тілегін жеткізді. Үздік педагог конкурсында жеңімпаз атану мен үшін үлкен қуаныш. Еліміздегі 350 мың мұғалімнің арасынан 100-ден жүйрік атану зор абырой. Бұл жүлде менің шеберлігімді одан сайын арттыра беруде жаңа міндеттер жүктейді. Мені қазіргі сәтте оқушыларым, ата-анам, барша жұртшылық көріп отыр. Сондықтан мен олардың алдында үлкен жауапкершілігімді сезінемін. Білім саласында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен тәжірибелі маманның бірі Майра Үстірғанова сапалы білім, саналы тәрбиені ұштастырып, талай шәкіртті тәрбиелегеніне 30 жыл болған. Шетпе гимназиясы музыка пәнінің мұғалімінің алдынан көптеген шәкірт өнер әлеміне қадам басты. Білімді зердемен, өнерді талантпен таразылаған ұстаз бүгінде шәкірттермен мақтанады. Өйткені ол тек қызметін ғана емес, өмірін де өнермен ұштастырған. Үлкен қуанышқа ие болып жатырмыз. Жаңа республикада білім ғылым министрінің бастауыменен үлкен конференция өтті. Сол конференцияға қатысып, өзімізде міне марапатталып отырмыз. Бұл біздің былайша айтқанда өзімнің 30 жылдық еңбегімнің жемісі деп есептеймін. Сол менің осындай жетістікке жетуіме үлес қосқан, еңбегі сіңген барша жақын жандарыма, мына жерде білім басқармасына көп алғысымды айтам. 8 жыл бұрын басталған үздік педагог республикалық байқауында биыл өңірден 8 мұғалім бақ сынаған. Солардың бірі Қарлығаш Сүлейманова. 18 жылдық тәжірибені арқалаған ұстаз Қызылтөбе лицейінде жұмыс жасайды. Мерейін өсіріп, марапатқа бөленген ұстаздың бүгінгі қуанышында шек жоқ. Сөзбен айтып жеткізу қиын. Себебі еңбектің нәтижесін көру ол үлкен бір қуаныш. Шынымды айтсам, түс көргендей үлкен бақытқа бөленіп тұрмын. Ұстаздық бақыт деп айтсам болады бұны. Әрине бұның барлығы да тынымсыз еңбегіммен оқушыны жақсы көргенім, білім мен ғылымды жақсы көргеннің арқасы деп ойлап отырмын. Балаға үйретуден жалықпаған ұстаздардың еңбегі күнтізбенің арнайы бір күні ұлықталуы шарт емес. Әкім де, дәрігер де бәрі ұстаздың алдынан шыққан. Сондықтан олардың еңбегі мәңгілік. Сағира Өтепқызы, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.